Рөлдерде Бурак Өзчевит, Неслихан Атагүл, Каан Урганжоғылы, Күршат Алныачык, Орхан Күнер, Неше Байкент Зейно Эраджар, Мелиса Аслы Памук, Рүзгар Аксой Барыш Алпайкут, Хазал Филис Күчүк Көсе, Гөкай Муфтуоғлы және Зерин Текиндор Бурак Серген. Жауапты продюсер Біләл Услу. Үйлестіруші Дойгу Кылыч. Дыбыс режиссера Исмаил Аладжан. Бас-оператор Толга Четин. Әкімші продюсер Толга Авшин Кая. Композиторы Тойгар Шықла. Сценарин жазғандар Өзлем Йылмаз, Аныл Еке, Бурджу Көргін Топташ. Продюсері Керем Чатай. Режиссері Хиляль Сарал. Шексіз сезім. Неге келдің? Қайырлы түнде бетіңе сүйгелі келдім. Қой, Шамыр, шық бөлмемнен. Күйеуіңді ренжітпе, жай ғана сүйем. Әмір, сандырақтама. Менің ашуыма тиме. Жеркенштегеніме сеніп қалсам, менің не істейтінімнен қорқарсың. Шық бөлмемнен, Әмір. Мазамды алмай жайыңа жүр. Қане шық. Қайырлы түн, жаным.
Мұнда не істеп жүрсің? Қоңырауыма жауап бермедің. Нихан. Олай істемеш. Кеткенімді қалайсың ба? Бір рет болсын айтшы Құдай үшін. Мені мүлде сағынбадың ба? Сен аңсаумен өмірім өтіп жатыр. Сен жоқ болған 5 жылда күнде сені бір күні көрем-ау деген үмітпен өмір сүрдім. Сені көңілімнен аластап, ұмытуға тырыстым. Бірақ ұмыта алмадым. Жүрегімнің түбіне үңілген сайын, баяғы баянсыз махаббатыма кез болдым. Сені таптым. Біліп едім. Білмейсің. Осылай шексіз сүюдің өзін енді үйреніп келем. Сондықтан білмейсің. Мұнда не істеп жүрсің? Қоңырауыма жауап бермедің, келуге тура келді. Ал. Бұл не? Қол қойылған құжат. Енді сенде болса, әмірдің құрған тұзағына түспессің. Сенің алғаныңды біліп қойсашы. Мені қоя тұршы. Әмірден әуелі өзіңді қорғауға тиіссің. Мұның қажеті жоқ. Бар. Оның үстіне сен түрмеге түссең, менің жанымды кім күйікке салады? Мұның қажеті жоқ. Шығар жол бұл емес. Басқа бір амалын табармын. Шын айтасың ба? Шын айтам. Басыңа бәле болып жүрмесін. Мұны алған жерін апарып қой. Және мұнда келгеніңде дұрыс емес. Кемал, біз жамандыққа барып жүрген жоқпыз. Әмірден өзіңді қорғай аласың ба? Қайырлы түн. Қайырлы түн. Аша алмай тұрмын.
Кем осы ғой енді менің кесірімнен Кемалдың басы бәлеге қалады да жүреді. Құтылар-ау, бірақ енді бұлай жалғаса бермейді. Нихан, әмірдің сүйіп жейтін асы қандай? Білмеймін. Соңғы рет қандай фильмді бірге көрдіңдер? Білмеймін, біз енді әмір екеуміз киноны көп көрмейміз. Ал қандай әуен тыңдайды? Нені жақсы көреді? Білмеймін, Лейла. Неге сұрадың? Ал Кемал қандай тамақты жақсы көреді? Ас жапырақты. Ең сүйікті фильмі қандай? Бұзықтар сыныбы. Бүкіл сериясын жатқа біледі. Мұның бәрін не үшін сұрағаныңды түсіндім. Түсінбедің. Бері келші. Лейла, бәрін қойш, сен қандай талант дедің. Әдемі шығыпты. Нихан, сен мүлде танымайтын, көңілің тартпайтын адаммен үйлі болдың. Кімді алдап жүрсің? Салих, бәрі дайын ба? Дайын бауырым. Ештеңені уайымдама. Белгі берсең болды. Жарайды. Сәлден соң бұл шаруа бітеді. Келесі аптада кемеде боламыз. Сылтауратқанды ғой, түсіндің бе? Қазір тұра тұр. Сөйле. Шоғыл мекен? Жарайды, келсі келсін. Әділ, кейін сөйлесейікші. Жақсы. О, Кемал Марза, мынау неткен тосын сый, қош келдіңіз. Отырыңыз. Әуре болмаңыз. Бір ауыз сөз айтам да шығам. Алдымен кофеден дәмауыз тиюге рұқсат етсеңізші. Қажеті жоқ. Мен де сол үшін келдім. Осы кезге дейін фирмада біраз келеңсіз жайттар болды. Бірақ мұны тәжірибесіздігімнен деп ойламаңыз. Осы саладағы беделіңіз барына сеніп едім. Сіздің басқарушылығыңыз ұлыңыздікінен артық деп ойлап едім. Бірақ байқауымша, сізбен бірге жүргенде әр қадамды аңдап басуым керек екен. Өйткені бұл фирмада маған кофеден бұрын көп өтірік айтылады. Кемал Мырза, не айтып кеттіңіз? Балаңыздың небір құйтырқы ойынына осы кезге дейін шыдап бақтым. Бірақ шыдамның да шегі бар. Сабырым таусылды. Жарайды, бізге ашуланып жүргеніңізді түсіндік. Мәселе не туралы екенін білсем, түйткілді шешуге барымды салам. Олай ойламайым. Өйткені жалған фирманың атынан маған жалған құжатқа қол қойғызды. Не деп тұрсыз? Иә, Галип Мырза, ғашықтан ашығы жалған құжат жасау туралы айтып тұрмын. Ұлыңыз ақыр соңында маған бұны істеді. Қателесіп тұрған жоқсыз ба, әмір олай істемейді. Балаңыз осы кезге дейін маған тұзақ құру үшін қолынан келген істеді. Бірақ мен ұлыңызға мүлде сенген жоқпын. Жарайды, бірінші кезекте. Аттестация кеңесіне бармас бұрын ол құжаттың көзін жоясыз. Ал мен фирмаға барған бойда сізбен арадағы келісім шартты бұзам.
Өйткені бұл менің жеке басымды ғана қорлау емес. Низ группта жұмыс істейтіндердің бәрінің намысына тиетін дүние. Мұндай масқараға бұдан артық шыдай алмайым. Оның үстіне мынадай жағдайда істес болуымыз да мүмкін емес. Кемал мырза, баламды алаяқ деп айыптадыңыз. Қолыңызда бір дәлеліңіз бар шығар деп ойлаймын. Бауырым, мұнда келіп кетші. Кір. Бауырым Салих. Ал мынау Рашид мырза. Енді серхат деуіміз керек пе? Жалған фирманың жоба директоры. Айт. Стратегияңда, ақылыңда құрысын. Бер қара, сен тым шектен шықтың. Сен өзіңе берілген мүмкіндіктің бәрін пайдаландың. Сен мені Галипко жолына жерге қараттың. Енді сенің бірде-бір ісіңе, сөзіңе сенім жоқ, мүмкіндігің де қалмады. Бер қара, осы сәттен бастап мына орныңда тез босататын бол. Сенің қол қою тұрмақ аузыңды ашып, бір ауыз сөз айтуыңмен қоса, бар ықпалыңның күшін бір жолата жоям. Ұқтың ба? Жоям. Түсіндің бе мені? Ұқтың ба? Бәрі бітті. Менің шаруамды бітірем деп жүріп, өз түбіңе өзің жетесің ғой. Байқап жүр, әмір. Қазір фирмада не болып жатыр екен білгім кеп тұрғаны. Екі түрлі ойым бар. Не Кемал күйеуіңнің жолын кесті, не... Саябақта ма? Бірінші ойым дұрыс шықты ғой деймін. Саябақта. Лейла, Лейла. Мен кеттім. Жақсы, онда сәлем айт. Нихан, байқап жүр. Сосын бақытты бол.
Осы жерге тоқта. Айта бер, Лейла. Кемал, бұл сен бісің? Иә, мен ғой. Өзің білетін Кемал. Шынымен мен білетін Кемал. Иә, жақсы жаңалық бар ғой. Көз жоғлы майданына бомба лақтырыпсың. Бомбаның қалай жарылғанын да көрдім. Ал сен оны қайдан білесің? Нихан қасымда болған. Күлдің бе, не қылдың өзі? Жоға. Мына жақта бағдаршамға қарадым. Сары ма, қызыл ма, әлде жасыл жаны ма деп. Жасыл жанат, жасыл. Қызыл көзді өшірдік. Жаным, мен сені құттықтайын деп ем. Қаскөйдің аяғын аспаннан келтірдің. Солай болғай. Айтпақша менің ойымды сұрайтын болсаң, Ниханға қатысты күдігің шындыққа саятын сияқты, Кемал. Саған кейін хабарласам, жаным. Қызым сенің үйінде не істеп жүр, Лейла? Сенің қызың. Менің жиенім ғой. Нихан ол туралы білмейді. Онымен қалай танысқаныңды шамалап тұрмын. Бұрын махаббат хикаясын бастан өткерген жігіт жағындасың ғой. Бірақ Ниханның Лейла деген тәтесі жоқ. Қойш, саған есеп бермейді екем. Егер бұған қатысты сұрақтарың болса, барасың да Ниханның өзімен сөйлесесің. Оның үстіне сен өзіңді өзің алдап жүрсің. Бұл үй менікі, бұл қыз менікі деп. Сенікі дегеннің бәрі бір жағынан менікі де Вилдан. Мен қаншасы десем, соншасы сенікі, Лейла. Ал енді құлағыңда түрде, мені мұқияттың да. Ай, керемет, әлде маған бір ұсынысың бар ма? Я, бар. Ал сен бұл ұсынысыма келісесің. Өйткені саған айтқан ең тиімді ұсынысым осы екеніне көз жеткізесің. Саған рұқсат етем. Үйіңде жалғыз өзің тып-тыныш қана тұра берсең болады. Ал есесіне басқарма кеңесіндегі құқығынан бас тартасың. Ондай өкілдікті маған бір жола бергенсің. Менде қалады. Я, бергем. Енді айнып қалдым. Өзіме қайтарсаң деймін. Өмір бір орында тұрмайды. Сұрама, Лейла. Неге десең, үйіңнен айырыласың. Егер Ниханға бір ауыз сөз айтатын болсаң, үйіңнен айырыласың. Ұқтың ба? Өз үйімді өзіме сыйлаған боп мені тоқтата алмайсың, Вилдан.
Әмір мырза, жаныңыз қиналып тұр деп естідім, бәрі жақсы ма? Жетер! Жетер! Әмір мырза, сізді тағы мазалап тұрмын. Қыста қандай болмайын, бірақ сізге ыңғайлы уақытта жолыққым келеді. Аға, иә, маған келгенде сенімсіздік туатынын білем. Бірақ енді маған сенулеріңе болады. Менің ешкіммен байланысым жоқ қой. Сондықтан бірге барудың қажеті жоқ. Шын айтам, аға, мені күнде осылай сабаққа апарасың ба сонда? Зейнеп, көп сөйлей бергенше жүрсеңші, жүр ғане. Кеттік. Не сонда? Сен енді дүкен ашсаң да мені осылай бала құсап сабаққа апарып жүресің бе? Төбе көрсетіп қояйын, кім көрінген сені мазаламасын. Кейін қамыңды күйеуің ойлай жатар. Ұқтың ба? Жағалаудағы мейрамханаға кел, сөйлесейік. Иә. Не болды, аға? Ештеңе болған жоқ, ештеңе, алға түс. Сенің бірінші сабағың нешеде? Не істейін деп едің? Сабаққа кіресің бе? Қауіп басылды. Әмір көз жоғылудан келер қауіпті сейілттік. Қуаныштымын. Бірақ сен сонда да әмірден абай бол. Оның тоқтайтынына еш уақытта көзіміз жетпейді. Мені сонша ойымдадың ғой. Менің арқамда бір қауіптен аман қалдың. Есіңе салып қояйын. Келсем, сенің арқанда, бірақ бізде құр қарап отырмадық. Біреу саған ескертпесе, құр қарап отыратының анық еді. Мұны мен не айтпақсың? Яғни, жай бір рахмет айта салу сонша қиын ба? Рахмет. Ризасың ба? Ризамын деуге болады. Маған енді қауіп жоқ. Ал саған ше? Амандықта боласың ба? Маған ештеңе де болмайды. Уайымдама. Дәл қазір ең бастысы, әмір енді саған соқтыға алмайды. Айтқане, Тарық, не жағдай? Әмір мырза, сіздің әлгі сөзіңіз туралы көп ойландым. Өзіңіз айтып едіңіз ғой. Кең ойла, өз дүкеніңді аш. Әкеңмен күреспей жеңе алмайсың дегенсіз. Дұрыс айтыпсыз. Яғни, үндемеген сайын төбіңнен төмпештей береді екен. Бірақ енді жетер. Мен өз жолымды табам. Әлгі дүкенді ашам. Қалайда ашам. Бұйымтай мынау ғой. Егер сіз алдында айтпасаңыз, мен осында кеп қазір не қылмас едім. Әлгі... Мынау жете ме? Жеткенде қандай, әмір мырза? Мынау жетпесе білмеймін. Қазір сен әмір мырзаның делдалымен таныстырам. Саған бірнеше жерді көрсетеміз. Қалай сонда, маған дүкен іздейміз бе?
Енді менен шастыраша қоймас Тарық. Алдыма келген адам қан боп жүрер. Амал жоқ, саған іздейміз. Не айтарымды да білмеймін, Әмір мырза. Рахмет, бар болыңыз, Алла разы болсын. Бір шаштарыз, екіншісі не деген Тарық? Кел, бірге шаштараз ашайық депті. Саған дүкен ашып берейін. Ал сен қарызыңнан жұмыс істеп құтыларсың депті. Әрине, қарызыңыз мойнымызда кетпес, Әмір мырза. Оған күмәнім жоқ. Ақша сұрағанда қысылған адам қарызын өтейді. Бірақ мен ақшаға мұқтаж емеспін, Тарық. Маған адалдық керек. Ал енді шыға беріңдер. Әмір мырза, қате түсініп қалмаңыз, бірақ қазір бармай қойса қайтеді. Неге? Бұдан маңызды шаруаң бар ма? Менің қарындасым бар, аманатым. Сонымен бірге шыққанмын. Оқуға барып салмақшы едім. Қарындасым? Дүкен иесімен баяғыда келісіп қойғанбыз, Тарық. Кешігуге болмайды. Шұғыл шаруам шығып қалды. Өзің автобуспен жүре бер. Мекен-жай жіберді, ұмытпа. Аға, құрып кеткір. Зейнеп, Әмір мырза? сені оқуға мен апарып салам. Ағаңның шұғыл шаруа шығып қалды. Кеттік пе, кешігеміз әйтпесе. Осы менің қасымда қашан қысылмай отырасың? Жоқ, мен жай кешігіп қаламыз ба деп ойладым. Солай. Автобустан бұрын жетеміз. Үлгереміз. Мен болғасын жауап бермедіңіз бе? Дәл қазір маңызды емес. Сол үшін көтермедім. Негізі ақылды қызсың, Зейнеп. Бірақ өзің жүрген ортаңнан қалай айтсам екен, ләззат алуды білмейсің. Жоға. Негізі жақсы білем. Онда маған да көрсет. Бірақ алдымен менен қорқпауды үйрен. Сосын ар жағында насаттануды екеуміз де білеміз. Ол кім?
Ләйләға барыпсың ғой. Иә, бірақ қалай бардым саған айтпай. Әрине, Ләйлә сенің де... Яғни, сенің де досың ғой, сондықтан маған айтудың қажеті жоқ. Егер білсем, сені баяғыда әмірден құтқарар ем. Сен үшін де Ләйләнің орны бөлек. Яғни, мұңыңды айтар одан басқа ешкімің жоқ. Солай ма? Жоқ, Ясимин бар. Фуникулерға мінсек қайтады. Мінеміз бе? Кеттік. Бұл не сонда? Жалғыз сенің балаңды ғана өлтірген жоқ. Ниханның да баласын алдыртты ма? Мені мынадан төменге итеріп жіберіп, көзімді құртатын ойың жоқ шығар? Мұнда болмайды. Куәгер бар. Әмір енді саған соқты қалмайды дедің ғой маған. Иә. Ал сенің жаныңды қашанға дейін қинайды. Әмір менің жанымды қинап қайтсын. Кемал, түсінбедім, оны қайдан шығардың? Нихан, бақыттысың ба? Әмірмен бақыттысың ба? Бұл үйде басыңнан не өтті? Не болды, Кемал? Маған ашығын айтатын кез келді. Егер шындықты айтпасаң, мына фуникулер орнынан қозғалмайды. Нихан, әмірге не үшін күйеуге шықтың? Саған айтып отырмын. Сенен сұрап отырмын ғой, енді қашатын жерің жоқ. Иә? Құлағым сенде.
Жауабың осында ма? Бер қара. Маған бәрін айтасың, Нихан. Өтінем. Әмірге не үшін күйеуге шықтың? Бауырым үшін. Бауырың үшін бе? Әмірге күйеуге шығуыма бауырым себеп болды, Кемал. Қалай сонда түсінбедім? Жоқ, бауырыңның бұған не қатысы бар? Егер әмірге күйеуге шықпасаң не болар еді, Нихан? Түсінбеймін. Кемал, өтінем болды, артық сұрақ қоймашы. Неге сұрамайды екем? Себебі сұрай берсең бәрін айтып қоюым мүмкін. Негізі айтпауым керек. Құдай үшін сұрамашы, Кемал, өтінем. Нихан. Мені өтірік айтуға мәжбүрлемеші, өтінем сенен. Мынаны қоссын айт. Өтінем. Мұны саған кім жеткізіп үлгерді? Мен бұл баланы дүниеге әкелгім келеді. Бану басымды қатырма. Құдай сақтасын, көшеде біреулер сабап немесе көлік қағып кетпесін. Соншалықты қатыгез емес шығарсың. Жоба жетекшісі келді. Ертең Туфан. Ертең ол неменің шаруасы бітеді. Кемал мырза үйіне жайғаспай тұрғанда Зоңғылдаққа аттандырайық. Менің күн тәртібімді бүге-шігесіне дейін кім біледі? Осыны тап, Туфан. Әйтпесе ісім сенімен болады. Туфан мырза. Үйренішікті жерде күтем. Түсіндім, мырза. Зейнеп ханым. Иә? Иә? Сау болыңыз. Тоқтаңыз. Бұл не болды екен? Бомба болып жүрмесін. Қазір жарылып кетсе қайтем. Өзің әдемі жарасып тұрғанын көргің келеді. Ертең.
Саған жақсы жарасады. Жақсы Нихан болды, енді сұрамаймын. Алла, өзің дайын болған кезде. Айтасың ба, Нихан? Бұл маған таңсық жер емес, білесің бе? Мен күнде осындай күй кешем. Қап-қараңғы кеңістікте тербеліп тұрғандаймын. Құламай тұрсам, мен ұстап тұрған жалғыз нәрсе ол бауырым. Бұдан артық саған ештеңе айта алмаймын, Кемал. Қазір де, кейін де. Мекен жайыңды жаз, Бану. Қазір барам. Лейла, біз қателеспіз. Әмірге еріксіз күйеуге шығыпты. Қазір Салихты шақырам, сенікінде кездесейік. Өз үйімді өзіме ұсынып, мен ақымақ санама, Вилдан. Не болды? Клубта кездесеміз деген жоқ бедік. Лейла бәрін айтып беретін сияқты өндер. Қалай сонда? Кімге айтады? Ниханға. Лейла Ниханды таниды. Бүгін соның үйінен шығып бара жатқанын көрдім. Әрине. Кемал. Қайтеміз. Оған қалай кедергі жасаймыз? Сен бүгін Лейланың үйіне бардың ба? Өндер, мен саған Нихан Лейланы таниды десем, сен маған оның үйіне бардың ба дейсің? Жарайды болды, ашуланба. Онымен сөйлесу керек. Мен сөйлестім. Егер аузыңа ие болсаң, соттағы арызымды қайтып алам. Үйде саған қалады дедім. Иә, ол не деді? Қалай ойлайсың? Бірдеңе ойластыр. Қайтсек те оған бөгет болуымыз керек. Нихан ештеңе білмеуі тиіс. Неге Рашидті Кемалға ұстап бердің, Туфан? А? Неге ойыннан айныдың? Әмір мырза, мен Рашидке ақшасын бердім, ол кетті. Содан бері оны көргем жоқ. Ал Кемал мырзаны қолтаңбасын алғаннан бері көрмедім. Бірде-бір рет көргем жоқ, рас айтам, Құдай біледі. Онда телефонмен сөйлестің ғой. Бетпе-бет кездескен жоқсың. Сөйлескенде жоқпын, мырзам. Ант етейін, сөйлескен жоқпын. Онда кімге айтқыздың? Рашидке ме? Жоқ, мырза, ештің айтқызғам жоқ. Онда хабарлама жазғансың ғой. Кемалға сақ болыңыз, тұзаққа түсіп қалмаңыз дедің бе? Айтқаны! Әмір мырза, мен сіздің ту сыртыңыздан пышақ ұрмайтын шығармын.
Мен де солай ойлағам, Туфан. Неге олай істедің? Неге сатып кеттің, Туфан? Неге үйттің, неге? Қазір мен сенің Кемалға хабарлама жазған саусақтарыңды сындырсам, оны мен сөйлескен тіліңді суырып алсам, оған қараған көздеріңді ойып алсам, кінәлі болам ба? Өмір мырза, Кінәлі болмайым. Себебі мені сатып кетті. Мен жәбірленушімін. ант етейін. Мен ештеңе істеген жоқпын. Бірақ мұны дәлелдеп, мені сендіре алмай тұрсың, Туфан. Өйткені, сізді сендіретінде ештеңе бүлдірген жоқпын. Мен сіздің дұшпаныңыз емеспін. Өзіңізге ешқашан опасыздық жасамаған, және жасамайтын жалғыз кісіні қыспақ қалып, нағыз дұшпандарыңызды төбеңізге шығарып алған тұрсыз, осыны байқамайсыз да. Әмір мырза, тіпті отбасыңыз да сізге дұшпан. Ал мен онда емеспін. Әмір мырза, маған сеніңіз. Мен өлсем де сізді сатпайым. Өндер мырза. Мұнда не шаруаңыз бар? Кемал мырза, таңғалғаныңызды түсінбедім. Бұл сіздің емес, Лейляның үйі. Ал Лейля менің, Лейля сіздің досыңыз емес. Бұл айдан анық. Онда не шаруаңыз бар? Кемал, Жанжал шықпай тұрғанда бұл жерден кеткеніңіз жөн болар. Сізбен сөйлесуге келген жоқпын. енді қалай айтып түсіндірсем екен? Үйіме де, үйімнің маңына да шолаушы болмаңыз. Лейла, мен мұнда өзім үшін келгем жоқ. Ниханға бола келдім. Жалынам саған. Ниханның әкесіне деген сеніміне селкеу түсірме. Ниханның өмірінде адам құсап тіл табысып, ойындағысын еркін айта алатын кісісі мен ғанамын, әкесі. Біздің өткенімізді естісе, тауы шағылып, арқа сүйер әкесіне деген сенімнің күл паршасы шығады. Оның сағын сындырма. Жалынам, кесіріміз тиеді, Лейла. Өмірімде дәл сендей қорқақ адам көрмеппін. Егер мұнда өзім үшін келдім, қатты ұялам, жерге кірердей болам, Ниханға ештеңе айтпаш десең, бәлкім сені титтей болса да сыйлар едім. Мүмкін. Бірақ орта жасқа келсең де, бетің бүлк етпей, қызыңның артына тығылып тұрсың. Сен туралы ойым алдамаған екен. Бекерге арам тер болма. Ниханның арманындағы мінсіз әке сенсің бе? Ниханға өткен өміріміз туралы айтушы болма. Өтінем айтпа. Сен маған не істейтінімді айтып нұсқау бере алмайсың. Мен осы уақытқа дейін өз ұстаныммен өмір сүріп келем. Бұдан былай да солай болады. Өндер мырза, барыңыз енді.
Не деді? Барғаныңның пайдасы тиді ме өзі? Ләйләнің көңіл күйіне қараймыз. Сол баяқша. Салих, Тыныштық ба, бауырым? Жеткенім осы еді. сөйлесетін сөз бар. Бану шынымен қиын бопты. Мұны маған фирмада жүргенде айтқаның да ғой. Құрсағымдағы сәбидің әкесінің әйеліне ме? Иә. Ойланбай айта салыппын. Сенікі дұрыс. Қайдан білейін саған көмектесер ме едім, әмірді райынан қайтарып тоқтатар ма едім. Әмірді ешкім тоқтата алмайды, Нихан. Әмірден басқа. Әмір мені сүймеген соң көңілімді қалтырады. Ал сені неге ренжітеді екен? Ол сені сүйеді емес пе? Әмір сондай адам. Жарайды, негізгі мәселемізге көшейік. Қазір ол мәселеден де маңызды шаруамыз бар. Сен тамақ іштің бе? Бауырым үшін дейді. Әмірге бауырым үшін күйеуге шықтым деді. Мұны қалай түсінуге болады? Адам бауыр үшін күйеуге тиюші ме еді? Көңілін табу үшін өйтпейтін шығар енді. Я неге өйтуі мүмкін? Жоқ, бауырымның жағдайын ойладым дегісі келген болар. Егер күйеуге шықпаса, бауырына бірдеңе болушы еді. Я мен де соны айттым. Күйеуге шықпасаң бауырыңа не болар еді деп сұрадым. Иә, ол не деді? Ештеңе деген жоқ. Ол туралы сұрамаш дейді. Жарай, тоқта. Қазір бәрін басынан бастап ойланайық. Сонымен, Нихан екеуің кездесіп жүрген кезде фирмалары дағдарысқа ұшыраудың азақ алдында тұрған, е? Нихан тұрмысқа шыққан соң, бұлар акцияларының көбін сатып, көз-жоғлылардың қол астына өтті, солай ғой? Иә. Таптым. Ол фирмаларын үйлерін сақтап қалу үшін тұрмысқа шықты. Мұның ақшаға, байлыққа еш қатысы жоқ. Мен осы істі неше жылдан бері ойлап келем. Ondan değil. Бауыры үшін тұрмысқа шықса, онда ажыраса алмайды ғой. Солай ма? Иә. Неге екенін қайдам? İşte. Онда Нихан әмірге кіріптар деген сөз. Иә, бауырын қорғау үшін өзін құрбан еткен. Не болуы мүмкін? Нихан осындай шарасыз күйге түсетіндей не болды екен? Бірдеңе болды деп ойлайсың ба? Değil mi? Siz evli... Екеуің үйленеміз деп жүргенде, Ниханның бауыры бір жағдайға тап болған. Ал әмір мұны өз мақсатына пайдаланған. Мүмкін. Мен Ниханнан бір-ақ күнде айырылып қалдым. Иә, кешкісін басқаша болып кеткен қыз, ертеңінде мүлде басқа біреуге айналып шыға келді ғой. Кез келген жағдайға дайынмын. Қасымда сен болсаң болды деп жүрген қыз, ертеңіне келіп, жоқ Кемал, екеуміз бірге бола алмаймыз. Сен менің теңім емессің деп теріс айналып кетті емес пе? Иә, дұрыс. Не болса да сол түні бір жағдай болған. Сол түн. Ниханнан бір түнді айырылып қалсам, оның себебі сол түнгі жағдай. Жақсы боп қалдың ба? Көп рахмет, сонша әуре болудың қажеті жоқ еді. Мен не істедім? Тапсырыс бердім, дайын тамақта кеп берді. Сен жедің болды. Бану, сені шаршатқым кеп тұрған жоқ, бірақ... Жоқ, сен сол үшін келдің ғой, өзім айттым. Міне. Кім әкелгені белгісіз, ешкімді көрмедім. Тек мұнаны таптым. Артында тілхат бар. Ол сенің сәбиіңді ғана өлтірген жоқ. Мен жасанды түсік жасатқан күні болған жағдай. Ниханды да қорқытты ма екен деп ойладым. Сені де осылай істеуге мәжбүрледі ме?
Жоқ, менікі ондай жағдай емес. Сені не деп қорқытты Нихан? Мен ешқашан жүкті болған жоқпын, Бану. Ол үйде не болды, Нихан? Мен де мұнда соны білу үшін келдім. Бұл әмірдің қожалығындағы үй. Бірақ мына тілхатта не жазылған ұқпай отырмын. Суретті саған жіберген... Білем, Нихан. Мен Озанның кісі өлтіргенін білем. Мұны мен не дегім келеді? Жасырмай-ақ қой, бәрін білем. Озан мен әмірдің сөйлескендерін естігем. Озан біреуді өлтіріпті ғой. Солай ма? Жоқ, сен шалыс естігенсің. Ал мен шалыс естідім делік. Мынаны жіберген кісі де жаңылысқан ба сонда? Яғни, саған жүктілікке қатысы болмаса, онда бұл Озанға қатысты шығар. Мен секілді мұны білетін тағы біреу бар шығар. Бірақ ол басқаша білетін болар. Кісі өлтірген әмір деп ойлайтын шығар. Ал енді не істейсің? Білмеймін, Лейла. Күндіз-түні осыны ойлап басыңды қатырмайсың, келістік пе? Бұл жол шындап кірсем, Лейла. Мұның астарында не жатқанын таппайынша тоқтамайым. Неге тоқтайды екенсің, бауырым? Мен қасыңдамын, екеуміз бірге кірсеміз. Мен де қолдайым ғой, бірақ тағы қиялданып өз-өзіңді қорғыласың ба деп қорқам, Кемал. Қорықпа, Лейла. Мен тек шындықты білгім келеді. Шындықты біле алмасам, қор болудың көкесі сонда. Мен де қолымнан келгенше көмектесем. Ал, жақсы. Кісі өлтірген әмір деп ойлайды. Бұл суретте бір өтірік бар. Мұнысы несі? Бұл не тағы? Нихан!
Не істеп тұрсың, келсеңші. Ештеңе. Өзің не істеп жүрсің? Бір жерге бара жатқам. Жүр, отыр, баратын жеріңе апарып тастайын. Жоқ, мен такси шақырып қойдым. Не болды? Бір түрлі болып отырсың ғой. Озан, сол түні қожалықтағы үйде не болғаны қаншалықты есіңде? Еміс қана есімде, Нихан. Дегенмен біраз есіңде ғой. Мәселен, неше кісі болдыңдар? Әмір, сен, сосын әлгі өлген қыз. Бірақ... Жоқ. Тағы бір қыз болған. Аты кім еді? Карен беді, Катерина меді, ұмытып қалдым. Білесің ғой, ол оқиға болмай тұрып кетіп қалған. Маған ішкі бөлмеде тағы біреу болғандай көрінген, бірақ Әмір есің шығып жүріп көзіңе солай көрінген шығар. Ол қыз әлдеқашан кетіп қалған деді. Ал Карен бе, Катерин бе, қандай қыз еді? Енді ұзын бойлы сары қыз болатын. Ол неге кетіп қалды? Қалай болғанда да құрбысы сонда болды емес пе? Әмір қайтарып жіберіпті. Ол қызды ұнатпай қалған ау шамасы. Ол қыз оқиғаға куә болған жоқ қой. Оқиғаға куә болған ешкім жоқ онсызда. Әмір де көрген жоқ. Сонда ол қызға оқ тигенде ол үйде сен ғана болдың ғой. Ол қызды сен аттың. Қару сенің қолыңда болды ма? Я, мен... Өлтірдім! Ал екінші қыз бұл оқиға туралы білуі мүмкін бе? Мүмкін. Қайдан білейін, бұл туралы мың рет сөйлесті ғой, Нихан. Неге сол әңгімені қайта қозғап отырсың, түсінсем бұйырмасын. Озан, себебі біз ол қыз туралы ештеңе білмейміз. Қазір қайда не істеп жүр? Бәлкім ол қыз бұл оқиға туралы білетін шығар, түсіндің бе? Оның не істейтінін де білмейміз ғой. Білмейміз, мен де білмеймін. Тоқтат көлікті, тоқта. Білмеймін. Озан! Тоқта. Озан, не болды? Осының бәрін Кемалға бола сұрап отырсың ғой, я? Озан, оны қайдан шығардың? Қайдам? Бәлкім өз-өзіңді сұрақтың астына алған шығарсың. Оны неге тастап кетіп едім? Бауырымды батқан былығынан шығарып алу үшін екен ғой деген шығарсың. Сосын бекер істедім бе деп ойлап, сол түнге қайта оралып, қазбалай бастадың. Өтірік бе? Озан, қойшы сондайды. Оған қайтып оралғың келіп жүрме, Нихан? Кемалға қайтып барғың келе ме? Әмірге мені қорғау үшін күйеуге шықтың. Енді менің кесірімнен Кемалға қосыла алмай жүрсің. Бұл жағдайда әбден қорытып алғың келіп жүр ғой, я? Жоқ. Тек осы істің ақ қарасын білгім келеді. Озан, тек түсінгім келеді. Бауырым үшін. Мен Әмірге бауырым үшін тұрмысқа шықтым, Кемал. Осы уақытқа дейін сынбай шыдап жүрсем, бауырым үшін жүрмін. Я...
Жалғыз өзім бірден істейін десем мұрша бермейсің. Не болса да бірге көрейік деп хабарласып тұрмын. Озанмен сөйлесем. Тоқта, Озанмен бе? Төтесінен қойып кеткелі тұрған жоқсың ба? Төтесінен сұрақ қойып жауап алмасақ қалай білеміз? Күмән көп. Сондықтан бір жерден бастау керек. Бағымды сынап көрем. Әлгі Нихан қайда жүр? Келгенде не айтам деп отырсың? Білмеймін. Бірақ бірдеңе білді ме жоқ па, соны білу керек. Алаң болма. Қазір сөйлескенде белгілі болады. Қош келдіңіз, Нихан ханым. Апаларымыз залда ма? Шағын залда. Бізді ешкім мазаламасын. Естідім екен. Хош келдің. Озанның кісі өлтіргенін білетін тағы бір кісі бар. Білеміз, қызым. Не? Нихан, отыршы біраз сөйлесейік. Нені білесіңдер? Біреулер неше жылдан бері әмірге сол түнгі қатысты суреттер жіберіп қорқытып жүр екен. Ал мен бұл туралы білген жоқпын. Рахмет. Өндер. Құдай үшін қызыңмен сөйлес. Сол оқиғаны көп қазбалай бермесінші. Нихан жан, өтінем. Сөйлессек қайтет, қызым. Нихан, бізге не көрсетейін деп едің? Ештеңе. Қараш, тағы да менен бірдеңе жасырып тұрсың. Екеуміз қалай келісіп едік? Нихан, Әке, не істеп жүрсің? ал өзің мұнда не істеп жүрсің? Бұл не? Бұл сенде қайдан жүр? Әмір Кемалға тұзақ құрыпты, әке. Мынаған қол қойдыртып алыпты. Сосын бәрін айтып берем, әуелі мұнан әмірдің портфеліне салып қояйын. Жарайды, қызым, түсіндім. Нихан, сен бара бер. Мұны өзім салып қоям. Әке. Нихан, әмірге қарсы жалғыз өзің жанталасып жүргеніңді құптамайым. Бұдан бұлай не істесең де, әуелі маған айтатын бол. Келістік пе? Ал, бара ғой жаным. Әке, құпия сан 2010. Бірінші маған айтасың дегенім қайда, қызым. Ол енді көрсете ғой.
Бүгін біреу мына суретті беріп жіберіпті. Сол баяғы әмірді қорқытқан кісі сияқты. Саған да жетті ме? Иә, біреулер арқылы жетті. Әке, бұл қыз кім? Сол түні өлген қыздың құрбысы емес пе? Сол үйге барып артынан кетіп қалыпты. Мүмкін, білмеймін. Бейне бақылау камерасының көріністерінде болған жоқ. Нақты есімде жоқ. Ол жаққа бірге барыпты. Әмір жаныма тиген соң қайтарып жібердім депті. Демек, қайтармаған ғой. Демек, қайтармаған, Нихан. Қалай? Сағатқа қарасаңшы. Түн ортасынан ауған шақ. Бізге хабарласқаннан кейін түсірілген сурет. Сонда өтірік айтқан ба? Таң қалдым десем өтірік болар. Ал мынау не? Конверт қой. Ақша. Ауыз бастырақ. Не боп кетті, әке? Ол түні біз білмейтін басқа жағдайларда болған ба? Мүмкін. Анықтаймыз, қызым. Бірге анықтаймыз. Сен абыржымашы, қызым. Өтінем. Бәрін білеміз. Жарайды апа, түсіндім. Бір шаруам боп тұр, сосын барам. Тоқта. Бәрі дұрыс па? Я, ештеңе болған жоқ. Рас па? Бір жеріңді ауыртып алған жоқсың ба? Жоқ, бәрі дұрыс. Ештеңе болған жоқ. Сіз де жақсы болсаңыз, жолымыздан қалмай жүрейік. Қорқытып алған сияқтымын. Байқауымша, мұның қазіргі жағдайға қатысы жоқ сияқты. Зейнепті меңзеп тұрсаңыз, ол жағынан ешкімнен қорықпаймын. Мен ештеңе білдірген жоқпын. Зейнепті ештеңе білдірген жоқ. Жүр, төменгі жаққа барып отырып, кофе ішейік. Осы мәселе туралы сөйлесейік. Керемет ұсыныс екен. Бірақ басқа күні барарсыңдар. Кемал мырзаға рахмет айтуым керек, ол болмаса сен ұстай алмай қалады екен. Жұмысымыз бар еді, шығарды айтамын дегенің қайда? Ұмытып кетіппін. Жүр, екеуміз дұрыстап сөйлесейік. Фильмді
қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы 2020 жыл. Полиция бөлімінен хабарласты, бауыр. Өртке қатысты күдікті адамдарды тауыпты. Мыналар ең басты күдіктілер. Тоқта. Бауырым, мынау. Ертең. Болашағымыз талқыға түсті, әке. Озанның болашағымен қатар менің де болашағым. Үйде болыңыз. Шексіз сезім телехикаясын көріңіз. Өнер өз-өзіне жаза кесті. Әрекетке көшіңдер. Дереу көшеміз, мырзам. Тура мен айтқандай істеңдер бәрін. Ешқандай із қалдырмаңдар. Еш алаң болмаңыз, мырзам.